Бүгінгі видеода мен сіздерге байырғы Америка халықтары мен қазақтардың кезінде бір халық болғандығы және олардың бізден бөлініп кеткені жайында нақты дәлелдер келтіретін боламын. Біздің тарихымызға қатысты маңызды мәліметтерді менің видео астындағы телеграм-каналыма өтіп көре аласыздар. Біріншіден, Америка байырғы халықтар мен түркі тілдері. Халықтардың туыстығын айқындайтын басты белгілердің бірі тіл. Зерттеушілер қазіргі түркі тілі мен Солтүстік Америкадағы байырғы халықтардың тілдері арасында елеулі ұқсастықтарды анықтаған. 16 ғасырда өмір сүрген ағылшын саяхатшысы Джон Джоселин америкалық сиу тайпасы жайлы былай деп жазды. Америка үндістері түр әлпеті, мінез-құлқы мен салт-дәстүрі жағынан татарларды еске түсіреді. Мұндағы татар сөзі шығыс түркілеріне қатысты қолданылған атау. Бұл байқау кейінгі зерттеулермен де расталды. Неміс ғалымы Отто Рерих, әйгілі хирург әрі ежелгі тілдер маманы, 1848 жылы ақш-қа қоныс аударып, түркі тілін жетік меңгерген күйде сиу тайпасымен кездескен. Ол сиу тілінің дыбысталуы мен құрылымы түркі тіліне ұқсайтындығын аңғарған. Кейіннен тек сиу тайпасы емес, ежелгі маялықтардың тілі де түркі тілдеріне ұқсас болғандығы анықталды. Бұл жайында 1967 жылы жарық көрген шведтің Этнос деген журналында Стек Викандер түркі тілі мен мая тілінің грамматикалық жағынан қатты ұқсастығын салыстырып өтіп, алтай тілдері мен мая тілінің шығу тегі бір екендігін анықтады. Қазақ тіліндегі сөздер мен мая тіліндегі сөздерді салыстыра отырып, бұл ұқсастықты айқын көруге болады. Мен сөздерді дыбыстап оқымаймын, себебі кейбірін дыбыстауда бұрмалап айтуы мүмкін. Видеоны тоқтатып, кестедегі сөздерді өздеріңіз мұқият салыстырып көрсеңіздер болады. Енді Түркия түріктерінің тілі мен кечуа тілін салыстырсақ, ол жақта да көптеген ұқсастықтар анықталды. Екіншіден, генетика мен шығу тегі. Қазіргі таңда жүргізілген археологиялық және генетикалық зерттеулердің нәтижесінде байырғы Америка халықтарының түпкі отаны Орта Азия мен Сібір екені анықталып отыр. Бұл тұжырымды генетикалық сараптамалар нақты дәлелдеп берді. Солтүстік және Оңтүстік Американың байырғы тұрғындарының басым бөлігінде әкелік жолмен ұрпаққа берілетін негізгі гаплогруппа Q1A3A кездеседі, яғни олардың көпшілігінде Q гаплогруппасы басымдыққа ие. Осы гаплогруппаның түркі халықтарында кездесетін гаплогруппамен салыстырып көргенде айтарлықтай ұқсастықтар байқалды. Алтай түркілерінің шамамен 35%-ында, шорлардың 30%-ында, тувалардың 25%-ында, сахалардың яғни якуттардың 20%-ында, хакастардың 15%-ында, қазақтардың 8%-ында, түркмендердің 3%-ында Q гаплогруппасы кездеседі. Яғни Q гаплогруппасы түркі халықтарының арасында айтарлықтай мөлшерде кездеседі. Ал Аляска халықтарының гаплогруппасында C2 кездеседі. Бүгінде түркі мемлекеттердің ішінде ең ірісі Қазақстан және мұндағы қазақ халқының басым көпшілігінде C2 гаплогруппасы кездеседі. Бұл дерек аталған түркі халықтар мен Американың байырғы тұрғындарының түпкі тегі ортақ болғанын көрсетеді. Сондықтан бұл халықтар генетикалық тұрғысынан туыстас болып есептеледі. Үшіншіден, Америка байырғы халықтар мен түркілердің баспанасы. Типи. Бұл Солтүстік Американың ұлы даласында өмір сүрген байырғы халықтардың дәстүрлі конус тәрізді баспанасы. Бұндай баспанада тұрған тайпалар көшпелі не жартылай көшпелі өмір салтын ұстанып, бизондардың соңынан еріп үнемі қозғалыста болған аңшылар болатын. Типи осындай өмір салтына өте қолайлы еді. Оны тез бұзып атқа тиеп жүруге әрі жылдам қайта тігуге болатын. Шатыр. Сібір мен Алтай түркілері арасында кең таралған дәстүрлі баспана түрі. Әдетте теріден жасалған бұл баспана орманды және таулы аймақтарда орнатуға өте ыңғайлы болған. Құрылымы мен пішіні жағынан типи мен шатыр бір-біріне өте ұқсас келеді. Суретке қарап екі тараптың баспанасын салыстыра аласыздар. Сол секілді Канада, Гренландия, Алясканың байырғы халықтарының қардан жасалған баспаналары иглу деп аталады. Бұл баспана пішіні жағынан Орта Азия түркілерінің киіз үйлеріне өте ұқсас. Суретке қарап екі тараптың баспанасын салыстыра аласыздар. Төртіншіден, шаш үлгісі. Түркілер мен Американың байырғы халықтарының арасында шаш үлгісіне қатысты да ұқсастықтар кездеседі. Екі халықта да шаштың бір бөлігін алып тастап, қалған бөлігін қалдырып қоятын дәстүрлері болған. Орта ғасырларда ғұндар мен олардың мұрагері саналатын түркілердің арасында айдар деп аталатын шаш үлгісі кең тараған. Айдардың бірнеше түрі болған және ол әртүрлі мақсатта қолданылған. Мұндай шаш үлгісі бостандықтың белгісі ретінде қарастырылған. Күннен туған балаларға айдар қойдырылмайтын. Уақыт өте келе, түркі халықтардың көпшілігі ислам дінін қабылдауына байланысты бұл дәстүрлі шаш үлгісінен біртіндеп бас тартты. Түркілерге ұқсас шаш үлгілері Америка байырғы тұрғындарының кейбірінің арасында кездесті. Бұл халықтарда түркілер секілді шаштардың белгілі бір бөлігін қырып, қалғанын қалдырып отырған.
Сондай-ақ Америка байырғы халықтарының кейбірі шаштарын ұзын қылып өсірген. Ер адамдардың ұзын шашы еркіндіктің белгісі саналды. Түркілердің арғы-атасы сақтардың алтын бұйымдарына қарап, біз олардың ұзын шашты болғанын көреміз. Орта ғасырда түркі еркектерінің арасында ұзын шаш кең етек алды. Түркі империясының әскерін Таң империясы ұзын шашты жауынгерлер деп сипаттады. Бізге жеткен бұл сурет 650 жылы салынған. Сурет Өзбекстанға қарасты Афрасияп қалашығында табылған. Онда батыс түркі шенеуніктерінің суреті бейнеленген. Суретте ер адамдардың ұзын шашты болғанын байқауға болады. Сондай-ақ араб парсы жазбаларында Қазақстан аумағын мекендеген қарлұқ түргеш қазар химақ қыпшақтардың еркектері ұзын шашты деп сипатталған. Ұзын шаш түркмендердің арасында да кең таралды. Түркі халықтарында да Америка байырғы тұрғындарының арасында да ерлер арасында ұзын шаш өсіріп, оны өріп қою кең таралды. Бірақ түркілер арасында кейінгі ғасырларда ұзын шаш қою сәннен шығып, көпшілігі қысқа шашты болды. Бесіншіден, түр әлпеттің ұқсастығы. Егер сіздер Қазақстан, Сібір мен қиыр шығыстағы түркі халықтарының түр әлпетін Америка байырғы тұрғындарымен салыстырып қарасаңыздар, олардың арасында айтарлықтай ұқсастық бар екенін байқайсыздар. Бұл халықтардың барлығы да азиялық келбетке ие, әсіресе Аляска мен оған іргелес аймақта өмір сүретін байырғы халықтар қиыр шығыс түркілеріне ерекше ұқсас келеді. Алтыншыдан, бас терісін сыпыру. Түркілер ежелден бері әсіресе сақтар мен ғұндар кезеңінде жеңілген жаудың бас терісін сыпырып алатын. Олар оны жылқыларына байлап қоятын, ал неғұрлым жаудың бас терісі көп болса, соғұрлым жауынгерлерді халық құрметтеп батыр көретін. Сондай-ақ соғыс барысында жылқыларға байланған бас терісін көру жауға психологиялық соққы болды. Америка байырғы халықтарының арасында жаудың бас терісін сыпыру кездесті. Мысалы, Сиу, Апачи, Команчилер жеңілген жаудың бас терісін сыпырып алатын. Қорытындылап айтқанда, қазіргі түркі халықтары мен Америка байырғы халықтары шамамен 25 000 жыл бұрын бір халық болып, барлығы бірге өмір сүрді. Бұл екі тараптағы халықтардың арасында үлкен ұқсастық пен туысқандық бар. Археологтар Америка байырғы халықтарының негізгі отаны Орта Азия мен Сібір екенін мәлімдеді. Ал генетиктер бұл екі тараптағы халықтардың ортақ гаплогруппасын зерттеп, туысқан екенін анықтады. Енді, егер лингвистикалық зерттеулер нәтижесінде түркі тілдері мен Америка байырғы халықтарының тілдерінің арасында ортақ негіз бары ресми түрде мойындалатын болса, бұл әлем тарихындағы аса маңызды жаңалықтардың бірі болар еді. Себебі бұл екі тараптағы халықтардың тілі, яғни ұлттық болмысы 25 000 жыл бұрын қалыптасқанын білдіреді. Тіл халықтың ең басты мәдени әрі тарихи іздерінің бірі. Бүгінгі таңда ең көне өркениеттер ретінде қытайлар, гректер, ассириялықтар аталады. Алайда олар дәлелі мен тарихын 5000 жылға да жеткізе алмайды. Ал егер түркі және Америка байырғы халықтарының тілі мен мәдениетінің тамыры 25 000 жыл бұрынғы кезеңге барып тірелсе, бұл екі тарапты да әлемдегі ең ежелгі халықтар қатарына қосуға толық негіз болады. Бұл тарихты қайта қарауға түрткі болатын адамзат өркениетінің бастауын жаңаша түсіндіретін үлкен бетбұрыс. Яғни түркілер және Америка байырғы халықтары өздерін әлемдегі ең ежелгі халықпыз деп жар салады, және түркі тілі әлемдегі ең ежелгі тіл ретінде мойындалады. ОБТ-да Қазақстан тарихы пәнінен картамен жұмыс бойынша жоғары нәтиже көрсеткілеріңіз келсе, мен төменде қалдырған телеграм парақшама өтіп менімен байланыса аласыздар.